Қарызды өндіру. Қарызды қалай өндіру керек? Сотқа қалай жүгіну керек? Осы туралы сіздермен бірге заңгер Шыныбаев Марғұлан айта отырамыз. Каналда қалыңыздар. Алло, это юридическая компания. Можно вопросы? Да, слушаю вас. Какие у вас вопросы? Айтқанымдай, қарызды өндіру үшін бірнеше әрекеттер жасау керек. Ең бірінші мерзім. Орынды өзінің уақытымен сотқа беру керек. Не үшін? Өйткені жауапкер біріншіден банкрот болуы мүмкін, жауапкердің артындағы мүлік, басқа да нәрселер жоқ болып кетуі мүмкін. Яғни оны басқа бір өндіріп алуы мүмкін, болмаса сатып жіберуі мүмкін, болмаса банкрот болуы мүмкін. Енді Алла сақтасын, сізге қарыз адам, яғни борышкер қайтыс болып кетуі мүмкін. Сондықтан осындай жағдайлар тудырмай жатып, сотқа тезірек жүгінген әрине дұрыс. Енді сотта қарызды қалай өндіру туралы істі екі этапқа бөліп қарастырайық. Бірінші этап ол сотқа дейінгі дайындық. Қалай дайындаламыз? Қалай дәлелдемелер жинаймыз? Не істейміз? Айта өтейік. Біріншіден негіз болу керек қарыз өндіру үшін. Негіз қандай? Ол шарт, несие шарты, болмаса қолхат, тағы да басқа дәлелдемелер. Егер сізде қолыңызда шарт жоқ болса, несие шарты жоқ болса, болмаса қолхат жоқ болатын болса, онда дәлелдемелер жинау керек. Қандай дәлелдемелер? Яғни WhatsApp-пен жазған жазбаларыңыз, SMS жазбаларыңыз, солардың бәрінде жаңағы сіздің борышкеріңіз қарызды мойындағаны туралы сіздің жазғандарыңызды нотариалды түрде ресімдеу керек, яғни нотариалды заверить ету керек. Сол кезде ол дәлелдеме болып саналады. Енді осы дәлелдемелермен біз аяқтадық. Ары қарай не істеуіміз керек? Ары қарай борышкердің атында мүлік бар ма, жоқ па, счетында ақша бар ма, жоқ па, осыны анықтау керек. Қалай анықтаймыз? Адвокаттық сұраныс, адвокаттық запрос жасау арқылы біз осыған жауап табамыз, осы сұрақтарға жауап тапсақ болады. Сөйтіп біз жауабын аламыз, яғни мүлкі бар ма, жоқ па, анықтаймыз. Счетында ақша бар ма, жоқ па, анықтаймыз. Анықтағаннан кейін барып, осы сіздің борышкеріңізбен сөйлесуге болады. Яғни сөйлесу қандай форматта жүру керек? Борышкерге айту керек: мен сен туралы біраз ақпарат бар, счетыңда мынандай ақша бар екенін білем, мүлкің бар екенін білем. Егер ақшаны қайтармасаң, мен ары қарай заңгерлерге қазір жүгінем, ары қарай заң жүзінде сөйлесеміз. Осы этапта егер сіз борышкеріңізбен келсеңіз, тіпті жақсы әрине, бірақ келісе алмасаңыз, ары қарай сот болады. Енді келісе алмаған жағдайда не істейміз? Ол борышкерге сотқа дейінгі хат жіберу керек. Претензия, хат жібереміз, хатта не жазамыз? Хатта айтамыз: сіз осындай уақытта қарыз алғансыз, осындай уақытта қайтаруыңыз керек еді, қайтармадыңыз. Қазір осындай мерзім берем, қайтармасаңыз сотқа жүгінемін. Сонымен заңгерге кеткен бүткіл шығынды сізден өндіріледі деген хаттама жіберу керек. Осы хаттамадан кейін біз сотқа жүгіне аламыз. Яғни екінші этап басталады, сот процесі. Ал екінші этап сот процесі туралы айтып өтейік. Бұл жерде не туралы талқылаймыз? Бұл жерде талап арызды қалай жазу керек, тиімді қалай салу керек, яғни арест, сот орындаушымен қалай жұмыс істеу керек, сотта қалай не айту керек, осы туралы сұрақтарға біраз жауап беріп өтейік. Талап арызды қалай жазамыз? Талап арызда қандай міндетті түрде бағдарлама болу керек, информация болу керек, ақпарат. Бірінші кезде негіз, яғни несие болды, шарт болды, қолхат болды, бағанағы айтқан нотариалды куәландырылған WhatsApp сөз жазыға жазысқан материалдарыңыз болды. Сол. Екіншісі, сіз не өндіресіз? Яғни қарыз, оның үстіне штраф, неустойкаларыңыз деген сияқты не өндіріп атсыз? Сол.
Үшіншісі ол қанша сум өндіресіз. Сол ақпараттың барлығын талап арызда болу керек. Тағы да ұмытып кетпей тұрғанда, талап арызға міндетті түрде тыйым салу туралы талап тілек қою керек. Яғни арест қою туралы сұраныс. Не үшін? Өйткені сіз соттасып жатырсыз, мысалы, соттың шешімі шығады, сот орындаушыға кейін бересіз. Енді өндірейін деп жатырсаңыз, борышкер өзінің атындағы мүліктің барын басқа біреуге сатып жіберуі мүмкін. Яғни ни кола, ни двора деген сияқты артында ештеңке болмауы мүмкін. Шотында ештеңке болмауы мүмкін. Сондықтан талап арыз берген кезде міндетті түрде талап тілек қою керек, соттан ұйғарым шығару керек. Сот ұйғарым шығарады тыйым салу туралы. Мүлкінің барлығына, шотының барлығына. Осы тыйымды алып, соттың ұйғарымын сот орындаушы тапсыру керек. Сот орындаушы тыйымды салады, аресті салады. Сөйтіп, сіз өзіңіздің ақшаңызды қайтаруын қамтамасыз етіп қоясыздар. Осыдан кейін әрине сот болады. Сот талап арыз берген күннен бастап, бір айда дайындық жүреді, 2 ай соттың өзі жүреді. Яғни ең көп мерзім 3 ай. 3 айға дейін сот жүру мүмкін. Енді практикада, тәжірибеде 1,5-2 ай жүреді. Соған байланысты сот жүреді енді. Сотта сіздер дәлелдемелеріңіз келтіресіз. Сотта өздеріңіздің не үшін қарыз болғаныңызды судьяға түсіндіріп айтуыңыз керек. Қарыздан қаншасы төленді, қаншасы төленбеді, соны дәлелдеуіңіз керек. Негізін дәлелдеуіңіз керек. Сөйтіп, сотта өзіңіздің талап тілегіңізді құптайтыныңыз туралы жеткізуіңіз керек. Сөйтіп, судья сот шешімін шығарды делік. Сот өтті, 1,5 ай өтті, 2 ай өтті, әйтеуір өтті. Сот шешімі шығарды. Сот шешімі шыққан күннен бастап 1 ай заңды күшіне енеді. 1 айдың ішінде 2 жақ тарап апелляциялық шағым келтірмесе, 1 айдың ішінде заңды күшіне енеді. Заңды күшіне енгеннен кейін сот сіздің қолыңызға соттың шешімін беру керек. Онымен қоса атқару парағын беру керек. Сөйтіп, соттың шешімі 2 мөрі бар, атқару барған 1 мөрі бар, қол қойылған судьяның аласыздар да сот орындаушыға тапсырасыздар. Сот орындаушыға тапсырғаннан бастап, сот шешімін орындау процесі басталады. Оны қалай орындайды сот орындаушы? Борышкерге хабарлама жібереді. Өз еркіңмен орында. Егер өз еркіңмен орындамаса, екінші хабарлама міндетті мәжбүрлі түрде орындау туралы. Мәжбүрлі түрде орындау қалай жүреді? Борышкердің атындағы бар мүліктердің барлығына тізім жасап, соны аукционға жібереді. Аукционға жіберіп, мүлікті сатқызып, я голландский, я американский тәсілмен төмен түседі баға, я жоғарылайды баға. 2 тәсілі бар. Сөйтіп сатады біреуге. Біреуге сатып, соның түскен қаржыны сіздің қарызыңызды өтеп беріп, сізге ақшаңызды қайтарып береді. Сіз өз ақшаңызбен осылай қайта қауышсаңыз болады. Сондықтан бізге ең басты нәрсе, жаттап алатын, мида сақтап алатын, ол мерзім. Мерзімін өткізбей, тез арада сотқа жүгінуге тырысу керек. Мен заңгер Шыныбаев Марғұлан, және өзімнің компаниям бар, Шыныбаев Марғұлан атындағы компания, Шыныбаев и партнеры деген. Сондықтан бізге заң компанияны жүгінсеңіздер болады, талап арыздарыңызды орындап, қарыздарыңызды қайтарып беруге көмектесеміз. Енді астындағы қоңырауды бассаңыз, сіз келесі видеода құлақ қағыспай отырасыздар, ұмытпаңыздар әрине. Әрине анжеге тіркелуге, подписацияға басыңыздар, көбірек басылып, көбірек жазылып қойыңыздар, туысқандарыңызға айтыңыздар, керек ақпараттармен бөлісіп отырамын. Өзімнің заңи кеңесімді осылай айтып отырамын. Осы YouTube каналында да мен тікелей эфирға шығып, тағы да ақпараттар жөнінде отырамын. Ал енді кездескенше күн жақсы, сау болыңыздар.